Армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен бірге мен Гүлмира Дайрабаева, сенбілік таң бағдарламасы. Ояныңыздар, күліңіз, жаңа күн үшін. Теледидар алдына жақындап жайғасыңыз, сенбілік таңды көру үшін, ағайын. Әрине, дәл қазір мен сіздерді бір ерекше кейіпкермен таныстырамын. Ерекше өзім құрметтейтін, жақсы көретін кейіпкердің отбасымен таныстырамын. Әрине, бүгінгі таңда өнер орталықтарын жас жеткіншіктер өз білімімен өнерге баулып, шабыттандыру үшін жұмыс жасап, дәл сол жерден талай таланттардың түлеп ұшқаны әрине анық. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз ешбір өнер мектебінсіз ақ Тәңір берген жай ғана талантпен, тынымсыз еңбектің арқасында ел ықыласына бөленген жан. Кімдер сіздер? Дұрыс айтасыздар. Тұрсынбек Қабатов. Жайықтан шыққан джентльмен деп мен айтар едім. Бұл сенбінің таңда Қабатов әулеті бізді күтіп отыр. Дәл қазір жайғасыңыздар. Өнерге жанашырлық осыдан басталады демекші, біз дәл қазір Астананың төрінде Қабатовтың отбасында сенбілік таңды бастаймыз. Мінеке, қадірлі ағайын, сенбілік таң басталды. Өздеріңізге айтып кеткендей, біз сол Тұрсынбектің, кәдімгі Тұрсынбек бар ғой, соның үйіндеміз. Ал, жайғасқан сияқты, Тұрсынбек, қалдарыңыз қалай? Өте тамаша, қош келдіңіздер. Көп рахмет. Енді мінеке, сенбілік таңда шынай бүгін күлкі көп болады, оны өздеріңіз де түсініп отқан сияқтысыздар. Сол себептен мына енді күлкі басталмай тұрып, әдемілеп, бір серьезны отбасымен таныстырып өтсеңіз, Тұрсынбек. Енді біздің Қазақстан ұлттық арнасына қосып қойып, экран алдында отырған барша көрермендермен қайырлы таң деп амандасқымыз келеді. Енді мен өз отбасыммен таныстыратын болсам, енді қош келдіңіздер. Біздің шаңырағымызда бірінші рет екен осындай бір түсірілім болып жатқаны, қонаққа келіп жатқан бірінші. Солай ма? Солай бірінші. Тұсауын кестім. Тұсауын кесіп жатсыздар. Біздің шаңырағымызға алғашқы рет келіп жатсыздар. Рахмет. Енді таныстырып өтейін. Анам Талиға, анамыз 6 баланың анасы, 3 ұл, 3 қыз. Мен үйде екінші баламын үйде, екінші ұл. Ағам Мырзабек. Ол қазір мен қасымда, қазір бүкіл осы менің жұмыстарымды айналысады, директорым десем болады өзімнің. Одан кейін менен кейін қарындасым Замзагүл Алматы қаласында күйеуде. Одан кейінгісі Баршагүл Орал қаласында күйеуде. Одан кейін Еркем Орал қаласында. Одан кейінгі інім Мейрамбек, ол үйленіп, немерелері бар. Қазіргі ең кішкентай немереміз Әлинұр деген. Қазір осы қолдарында анамыз Оралдан бізге қонаққа келіп жатқан уақытта өте тамаша сәті түсіп, осы анамыз келген уақытта сіздер де келіп тұрсыздар. Біздің жолымыз жеңіл. Жолдарымыз өте жеңіл. Анам Талиға, жұбайым Мөлдір. Өзің сіңілім, жақсы көретін. Мөлдір. Үлкен қызымыз Әдемі. Айым. Енді одан кейінгі Айару мен Нұриман балабақшаға кетіп қалды. Олар жұмыста ғой? Олар жұмысқа баратын уақыт қой. Олар мемлекеттік қызметкер екеуі. Сол бүгін қонаққа келеміз дегесін, 2 қыз мектепке Әдемені түстен кейін оқиды. Айымды кішкене алып қалдық. Ол өзі осылай телевизорға түскен жақсы көреді. Дайындалып жүр дейсіз ғой? Дайындалып жүр. Жарық жұлдыз болуға. Әрине, мына енді әрбір сіздердің өмірлеріңіз негізі мереке. Сол себептен де бүгінде біздің көрермендеріміз үшін бұл хабар бір мерекелік хабар. Себебі сіздердің отбасыларыңызбен танысуда. Мен өзім ерекше аналарды қатты жақсы көремін. Сіздің жолыңызда жеңіл екен. Қыдырып келіп, осындай керемет бағдарламамен біздің керемет көрермендерімізбен сұхбаттасып жатсыз. Әрине, мына гүлді бекер алмаппын. Өзімде өзім ынталанып келем. Тұрсынбектің анасына ерекше өз ниетіммен тапсырсам деп. Мына енді жасыл түсті гүл, себебі мына өмір түсі деп жатады. Өміріңіз ұзақ болсын, жақсылық тілеймін. Өміріңіз гүлге толсын. Осы барлық жақсылық сіздің өміріңізде табыла берсін. Ал енді мына гүл енді сіздің келініңізге тапсырсаң, Тұрсынбектің жалғыз келіншегі Мөлдір. Сол себептен өміріңде сенің үлкен бір жақсылыққа толы болсын. Қабыл аламын. Ой, бәрекелді. Мінеке, осылай сенбілік таң басталды. Жалпы сенбі күні отбасы күні деп жатамыз. Сіздерде сенбі күні қандай дәстүр бар? Бізден де сенбі күні біздің отбасымыз үшін той күні десек.
Біз көбіне енді отбасымызбен көбіне сәрсенбі, жұма күндері бас қосып қыдыратын жерлерге барамыз. Жаңағы қыздардың, балдарымыздың айтуы бойынша сол күндері біріншіден мен қолым бос, сол күндері мөлдірдің де қолы бос. Сол күндері енді балдар сабақтан шыққаннан кейін кешкілікте халықтың да саны аз, демалыс орындарында. Ал енді сенбі жексенбі күндері мен жұмыс істейтін күндерім. Бірақ менің мына бағдарламамның ұтымды жері таңертеңгілік болғаннан кейін. Таңертең болған. Тойда той жоқ қой таңертең. Әрине. 9 бен 10-ның арасында той жоқ. Сол тойды өзіміз жасаймыз қазір. Сол болды өзіміз. Иә, енді мінекей әдемі таныстық болды. Енді ананың орны бөлек қой, шынында да ананың жүрегі, мына есімдерді тыңдап отырып, Мырзабек, Баршагүл, не деген керемет есімдер. Апа кім қойды? Авторы кім осы есімдердің? Енді семья болғасын папасы, мамасы келісіп енді өздеріміз қойдық сағаттан. Мырзабек деп. Мырзабектің авторы кім мысалға? Сіз қойдыңыз ба? Папамыз. Папамыз. Иә, сіз қай есімді қойдыңыз? Мен Еркем деген қызымның есімін қойдым. Еркем деген ең соң, ең кенже. Жоқ, кенже болады деп ойлаған ғой Еркем. Одан кейін Мейрамбек бар. Негізі жоспар бойынша Еркем деп анамыз өзі қойып, намек тастаған ғой Еркем деп. Ол намек папым түсінбеген. Үйдің еркесі ең күшті болады деп сол оймен қойған. Бір есім бұйырды енді сізге, сол есімнің авторысы. Яғни ағамыз Тұрсынбекті де қойды. Жоқ, Тұрсынбекті нағашылары қойды. Нағашылар жақта Тұрсынбек деген батыр бар екен. Иә. Сол батырдай болсын деп қойған ғой есімді. Енді біз шыны керек, біз анамызды біз енді экран алдында енді алғаш рет айтайық деп тұрық. Біз енді көбіне мама деп айтпаймыз. Иә. Ана деп те айтпаймыз. Біз типа дейміз. Типа? Типа дейміз. Ол нені білдіреді? Мен бір рет телефоныма типа мама деп жазып қойғам ғой. Типа мама? Типа мама деп, иә. Соны біреу, жаңағы біздің жігіттердің біреу қарап отырды деді, қалай мамаңды неге типа мама деп қойғансың дейді, андай типа бірдеңе деген сияқты. Орыстың тілінен типа ғой. Енді бірақ біз өзіміз типа деп кеткенбіз. Неге? Өйткені біз кезінде өзі сондай болды, біз әжеміздің қолында өстік. Үйде әжеміз болды, үлкен әжеміз болды, әкеміздің анасы. Сол кісі жаңағы үлкен Мырзабек, мен Тұрсынбек, Баршагүл, Еркем, Замзагүл болсын, барлығымыздың есімдерді сол біресе сол әжеміз қойды, атамыз қойды, жаңағы үлкендер жағы бар. Сонда бұрын мама деп айтқызбады ма, әйтеуір атын атаңдар деген ғой, Талиға деп. Талиға деп. Сөйтіп бәрі Талиға деп жүргенде үлкен Мырзабектің аузынан Кәкем Тоғжан Талиға типа деп шыққанда. Талиға типа. Иә, Талиға апа деген ғой, Талиға апа дегеннен айналып келген кезде типа деп шығып кеткен ғой. Содан енді мен айтайын, қазір экран алдында отырған біздің осы бүкіл осы Батыс Қазақстан облысындағы біздің Ақбатер ауылында жалпы аудан десек болады, ешкім Талиға деп есім білмейді. Барлығы типа апа, типа мама, жаңа даже осындай кішкентай балдарға дейін типа дейді, бәрі типа деп кеткенбіз. Мен бүгін типа апа дейін бе сізді? Типа апа дейді. Негізі бәрі бір той болғанда асабалар келіп, енді атын Талиға деп жазады ғой, той иелері типа дегеннен. Сонда Талиға бірдеңе деп айтып кетсе, типа отыра береді екен бүйтіп жаңа. Типа сен айтты ғой десем, мен айтқан жоқ қой деп, Талиға деді. Талиға деді. Яғни құлағыңызға типа жақын. Иә, типа. Негізі Мырзабек дұрыс қойды деп есептейсіз бе? Тілі келмеген ғой енді. Иә. Талиға апа деп айтам деп. Тапа деген әуел, сосын типа деген, сонымен типа танып кетті. Бірақ ерекше әдемі. Былай, егер құлаққа жағымды естіледі типа. Біздің әжеміз отыратын шипа деп. Әжеміз шипа деп тілі келмейтін. Шипа. Мінекей осындай сырлар ашылып жатыр, яғни Тұрсынбектің анасының өзінің мынау төлқұжатта жазылған есімі Талиға болғанмен типа апамыз. Типа апамызға амандық тілейміз енді. Мен де енді хабардың соңына типа апа деймін. Сізге енді үйреншікті, маған бір түрлі болып тұр. Көшеде типа апа сәлеметсіз бе деп көрермендер амандаса таңғалмаңыз енді. 3 келіні ғана мама дейді. Иә. Қалған бәріміз типа дейміз. Енді әженің қолында өскеннен кейін сіздің шамалы билігіңіз аздау болды ғой. Солай болды ғой, иә? Көп мәселені шешкіңіз келсе де шеше алмадыңыз. Үлкендер шешті ғой. Иә. Қазір ше? Қазір енді өзім шешті. Жаңа ол кезде деп әдемі айттыңыз. Біз де әже болдық қой. Иә. Ол кездің келіндері қандай еді? Типа апа.
Ол кездің келіндері енді үлкендердің алдынан шықпайды. Иә. Ивалы. Иә. Сондай болды ғой енді. Қазіргі енді өзімнің келіндерім де өзім сияқты. Өзімнен. Қайсысы сізге ұқсайды? Сізге ұқсайтыны бар ма? Үшеуі де бөліп жаратын жоқ. Үшеуі де бірдей келіндерім. Жақсы, ивалы. Үлкеннің алдынан кеспейді. Иә. Оралда сәлем салу жоқ дейді. Оралда сәлем салу жоқ. Оралда сәлем салмайды. Оралда енді келіндер енді жат жүреді ғой. Еркін жүреді. Еркін жүреді, еркелетеді, өзінің қызымен бірдей. Тұрсынбай айтқанда енді Динара болса Екөнай, Жанар болса Жәкөнай, сондай сөйтіп наламыз ғой келіндерімізді. Қызымыздай етіп. Әрине. Ол да бір әулеттің қызы ғой. Сіздер де қыздар тәрбиелеп отырсыздар. Ертең басқа әулеттің келіндері атанады. Өзімізде сондай қыздар тәрбиелеп отырмыз. Қыздарымыздай қыздар ғой, олар да бір семьялар. Солай келіндерім өте жақсы, өзіме тартқан, ивалы. Тек ләуізім тасқа, тек аман болсын. Тәй-тәй көз тимесін. Көз тимесін, қосағаларымен қосағартайып. Мөлдірді кім таңдады? Сіз таңдадыңыз ба, Тұрсынбек өзі таңдады ма? Тұрсынбек өзі таңдады. Алып келгенде өте қарапайым, ұнады. Ибалығы сондай, машинадан түспейді. Басыма орамал салмай ма? Машинадан түспейді? Иә. Машинадан түспей отыр. Енді ене боламыз ғой біздер енді. Енелері біздер жалаңбас шығып тұрмыз ғой, басымызда орамал жоқ. Орамал тақпай ма деп машинадан шықпай отыр. Мен басыма орамал салмай ма деп мөлдір машинадан түспей отыр. Түсе берсін. Генелерінің түрлері мынау бәрі жалаңбас шығып тұр. Түсе берсін, біздерде орамал салу жоқ деп түсіріп алып, қарсылап алдық. Бүгін орамал киіп отыр ғой. Сонда да орамал салып түсті. Бұл енді Торғай өңірінде, осы мына орталық Қазақстанда басына орамал салып, жаңа келін түскен кезде сосын беташар рәсімін істеп, бұл енді дәстүр не алған. Біздің жақта енді беташар рәсім жоқ емес, бар. Бізде де бар, жаңағы не бар. Біз енді кішкене заманауи болып кеткен, Ресей Федерациясы қасымызға жақын, солармен әбден бір жақын болып кеткен ғой. Енді кезінде тіпті горкалар болатын, мен осыдан бір 10 жыл бұрын есімде горка болатын, тарелка сындырып, лента қиып сөйтіп жүретін. Қазір әйтеуір жақында бір тойға барсам, горка да жоқ, қазір тарелка да сындырмайды, лентаны да қимайды. Қазір уже орамал тағып, кішкене біздің Орал жақта мен түсінбедім, тарелканы не үшін сындырып? Бақыт үшін, на счастье дейді. Оралда? Бұрын келін келгенде тарелка тарелка жерге сындырады. Ол бұрындар, қазір жоқ енді. Сіз солай кезіп түстіңіз ба? Оралдықтар ренжіп отырған шығар біздің. Тарелка сынды ма? Не, минусымызды айтып отырмын. Тарелка? Бір тарелканы сындырады ғой енді. Міндетті түрде. Сынбаса айтады, ой, келіннің дәті жоқ екен деп бақыты болмай қалады екен. Қатты екен дейді. Міндетті түрде. Шашылып қалса, керемет шашылып қалды. Келін мінезі жұмсақ екен деген сияқты ғой. Ана жігіт кетіп батырған кезде, келін алып кетіп жатырған кезде әлі бар енді, ол дәстүр. Ана кәдімгі ожау бар ғой. Иә. Шай ішетін, су ішетін, үлкен ожауды машинаның үстіне, бақыраш дейді бізде Орал жақта. Ожауды машинаның үстіне қойып қояды бүйтіп. Сосын жігіт отырған машина. Сосын машина бүйтіп жүрген кезде, ожау жерге түскен кезде, ожау былай төңкеріліп түссе, тұйық жаңағыдай, енді скрытный дейді ғой жаңағы, келінсін. Ашылып түссе наоборот жақсы да. Мінезі ашық, не деген. Төңкерілмеу керек. Төңкерілмеу керек. Ашылып түссе, мінезі ашық, жақсы келін болады. Ол жалпы негізі, ол дәстүр, ол орыстан келген емес, ол қазақтың дәстүрі. Кезінде қазақта да сол жаңағы. Ожау ғой негізі. Қазақта мынандай ағаш ыдысты, кезінде ағаш ыдысты аттың өзінің жаңағы ер тоқымына қойған екен, аты бар ғой. Сен жасадың ба соны? Жасады, бәрі жасады. Бері қарай келіп заманы қырымен түсті десең да. Сонда аттың бүйтіп астына қойған екен де, анау шапқан кезде, анау төңкеріп, мынандай ағаш ыдыс қой, төңкеріп түскен кезде келіннің мінезін содан білген екен. Ол орыстан емес, ол біздің ол әлі күнге дейін сақталған. Кім көрді? Сіз көрдіңіз ба? Қалай түскен? Кетіп бара жатқанда машинаның артына солай бақырашымызды төңкерді. Соған төңкергенде машина жүріп кеткенде бақыраш шалқасынан түсті. Ол яғни жақсы? Ол жақсы. Келініміз ашық, ақ жарқын екен деп солай өзіміз қуандық. Бұл енді болжам, негізі жақсыны болжау керек қой бәрі дегенмен де. Келініміз солай болып шықты. Мінекей мөлдір алдымызда отыр, иә. Енді мына енді Оралда сәлем салмайды деп жатыр ғой, бірақ енді сенбілік таңның тұрақты көрермендері жақсы біледі. Орамал
баста болғаннан кейін орамалсыз машинадан шықпаймын дедіңіз. Бүгінде осындай киелі әулеттің киелін атанып отырсыз. Қыздарыңыз, ұлдарыңыз бар. Қазақстан жалпы ұлттық арнасының, Қазақстан Республикасының көрермендері Тұрсынбекті ерекше жақсы көреді. Яғни Тұрсынбекті дүниеге келген анасын ерекше жақсы көреді. Енді осы үлкен әулеттің киеліні анасы болғаннан кейін, мен ойлаймын, бүкіл жұртшылыққа бір әдемі сәлем болса. Көп рахмет. Мінекей анаңызға және мына көпшілікке енді көрермендерімізге көп рахмет. Жалпы өзіме сәлем салған қатты ұнайды. Ұнайды? Ұнайды, қатты ұнайды, иә. Бір салатын адам жоқ. Сұрамайды ешкім десеңізші. Иә, бізде Орал жақта қаншалықты жоқ дегенмен де бәрібір сәлем салған ұнап тұрады. Аталарымыз, қайнағаларымыз ұнап тұрады. Көрініп тұрады көздерінен қуанып қалғаны, сондықтан да ол салт жоқ болса да сәлем сала беремін. Айтамыз ғой, ан жақ, мын жақ деп. Мысалы мен бірақ жалпы басым бір 90% бір сәлем салып жүретін Маңғыстау өңірінде, мен осы Ақтау орған кезде таң қалғам, келіндердің бәрі сәлем салып, және осылай орамал тағып, қазақша оюы бар жаңағы киімдермен, ол жалғыз келіндер емес, үлкен әжелер де. Маңғыстау облысы, тойдың өзінде де кәдімгі. Қашан барсам да сол өңірде, қазіргі таңда жылдан жылға көбейіп келе жатыр, сол жақта қазақ. Мен кей кезде ойлаймын, шіркін бүкіл облыс қазақтың барлығы осындай бір орамал тағып, республиканың өзі орамал тағып, қазақи ою киіп жүрсе, үлкенді құрметтеп сыйлап, келін екенін білесің. Оралдан қазір Астанаға болып, астаналық болып кеттік, е? Жалпы Тұрсынбек пен Астананы егер салыстыратын болсақ, Астана да өзгеріп жатыр, Тұрсынбек те өзгеріп жатыр ма? Мен өз басым ойлаймын, өзгермеген сияқтымын. Мен өзім. Мен бір кішкене енді жасымыз келгеннен кейін, ол кезде енді 20 жастағы Тұрсынбек пен енді қазір енді 37-тегі Тұрсынбектің екеуінің айырмашылығы бар ғой енді. Ол кездегі бала Тұрсынбек, қазір уже енді аға буынға көшіп бара жатырған Тұрсынбек. Мүшел жас. Иә, мүшел жастан шығып жатырық биыл. Астанаға келгелі, білмеймін, ондай бір қатты өзге. Тұрсынбек енді өзгерген жоқ шығармын деп отыр. Сіз қалай ойлайсыз? Өзгерді ме? Өзгермеген бая. Сол бая. Ол өзгермейді, 70-ке келсе де өзгермейді. Ананың өзіне. Тұрсынбек. Иә. Мөлдір ше? Мөлдір де болса. Мөлдір, сіз қалай ойлайсыз? Тұрсынбек өзгеріп жатыр ма? Анасы үшін, өзінің семьясы үшін, отбасы үшін кез келген адам ол қандай саладағы жұмыс істейтін адам болса да өзгермейді деп ойлаймын. Ол себебі ол анасы үшін баласы үшін әкесі, жұбайы үшін күйеуі, сондықтан ол қай жағынан өзгеру керек мен түсінбеймін, сондықтан да. Жалпы адамның мінезі, енді бала ғой, ол өзгере тұрады. Жалпы өзгеріп отырады, иә. Енді жасына байланысты жаңағы тұрақтылық, байсалдылық, аға болғаннан кейін, көпке кішіге үлгі болғаннан кейін сондай бір жақсы қасиеттер пайда бола бастады. Мінездер көбейді, ол рас. Әрине 25 жастағы КВНщик бала еді, мен тұрмысқа шыққан уақытта. Қазір енді ел ағасы. Арада 12 жыл бірге. 13 жылдан асты. Сондықтан да ең бастысы жаңағы халыққа деген құрмет өзгерген жоқ. Халыққа деген қатынас өзгерген жоқ, сыйы өзгерген жоқ. Сол қарапайым, шынайы өзіміз. Ол рас. Қарапайымдылығы ерекше. Иә. Красавчик деп қойсайшы арасында. Жаңа негізі айтып отырады, осы күлдіре алған адам өзі көп күлмейді деп. Тұрсынбек, мен де соны байқадым өзіңнен. Ерекше барлығын күлдіре аласыз. Ал өзіңіз көп күлмейсіз. Сол бар енді, шынымен де өзім көп күлмейді екен. Маған көп айтады, сен былай қарасың, өмірде кәдімгідей серьезный екенсің ғой деп жаңа не енді шынымен ол жұмыс қой менде енді. Күнде деп жүретін біздің жұмысымыз енді ол әзіл сахнада өнерде. Сіз мысалы үшін журналистсіз, керемет. Рахмет. Сіз енді үйге барғанда да журналист болып отырмайсыз ғой, мысалы үшін отбасыңызға дұрыс ол жерде уже бөлек. Мен де сол сахнада жұмысымыз әзіл айту, халықты күлдіре отырып, бір ой тастау. Үйге келген кезде енді балдармен ойнап әзілдесеміз енді өзіміздің. Менің әзілім өзім отбасыма ғана өтпейді. Себебі үйреніп қалған ғой. Әрдайым әзілдеп жүргенде уже бала шағасында да қалыпты жағдай сияқты. Папасының әзілдеп жүргені. Әзілдеп тұрса, дейді кете береді. Сондай да кездер болып қалады. Тағы бір байқағаным, Мөлдірдің бір ерекше қасиеті,
қай кезде біз күшті араласамыз, мөлдір екеуміз жақсы бір дос, біз апалы сіңілі бір-бірімізді түсінеміз, сонда бір көп дастархандас болып, қонақтарда бірге жүргенде той-думанда, біздің жақсы көретін той-думанымыз көп болсын той, иә. Сол кезде мөлдір екеуміз отырып, Гүлеке, қараң, жарық болып келе жатыр дейді, енді той жүріп жатыр ғой. Сосын қай жерде? Байқамай тұрсыз ба, Тұрсынбек келе жатыр ғой дейді. Сондай бір Тұрсынбектің келе жатқан жарықпен, күн сәулемен байланыстырып отырады. Соның өзі бір ерекше махаббат, ерекше мынау көзқарас деп есептеймін. Мынау сонысымен махаббат ыстық болады, иә? Мынау келе жатырмыз ғой, ол отбасында көрген махаббат, мынау өзінің отбасында да жалғасады дейді. Жалпы мынау өзіңіздің отбасыңызда көрген тәрбиені, қазір бүгінде өзіңіздің отбасыңызда жалғастырып келе жатсыз ғой. Не үйрендіңіз өз отбасыңыздан? Енді әр отбасының өзінің бір сыры бар, әр отбасының өзінің тәрбиелік жаңағыдай. Енді бұрынғы заманның тәрбиесі мен қазіргі заман тәрбиесін салыстыруға келмейді. Өйткені бұрындары әкеміз бен анамыз жұмыста. Мен мысалы үшін әкеміз шопыр болды. Шыны керек, ол уақытта Совет одағының кезіндегі заман ғой енді. Кешкі сағат 10-11-лерде келетін де, рейстерден 12 түнгі 1-ге дейін ана Россиядан, Оралдан, Воронеж сияқты жерлерден жаңа заттар тасиды ауылға. Сонда 5-6 машина кетеді. Сонда түнгі сағат 1-де келіп жатады, 12-де келіп жатады. Бірақ таңертең таңғы 6-да қайтадан рейске кетіп қалады жұмысқа. Сонда мен есімде әлі. Сонда кей кезде тіпті бір сондай кездер болады, айлап көрмей кететін әкеміз. Өйткені таңертең тұрасың, папаң кетіп қалды дейді. Түнде ұйықтап отырсаң, папаң келіп кетті дейді. Әйтеуір папам келіп кеткен, білетін столдың үстінде бір батон мен колбаса жататын. Иә, батон жататын. Папаның болғаны көрінеді колбасамен. Иә, колбаса, бір батон жататын. Сонда айтатын, папа келіп кетті ме деп, иә. Бірақ сол мен әлі есімде, ол кез сондай болса да, бірақ сол уақытта мен осы неше оқып жүрген кезім екен, бір 6 оқып жүрмін ба, 7 оқып жүрген кезім екен. Ол уақытта ақ кроссовкалар енді шығып отыр. Ақ кроссовкалар негізі андай. Бір қазір киіп жоқ қой енді ақ кроссовка. Ол кезде ондай көбіне қол жеткізбейтін дүние. Ол кездің бір кроссовкалары қап-қара еді ғой, бір қап-қара кроссовка көбіне кетилар көбіне андай Воронеждан сонда әкем әкеліп берген болатын. Сонда таңертең тұрсам, столдың үстінде тұр, орындықтың үстінде тұрды. Ана кроссовка мен әлі күнге дейін есімде, ананы кием, жерді басқым келмейді ғой. Жерді таңдап басам ғой кәдімгі. Солай неге барам, үйге әкеліп қойып қоямыз. Мырзабек ағамыз екеуміз кәдімгі құрдас секілді өстік қой, арамыз бір жас қой, арамыз. Ол киіп кетеді арасында. Мырзабек киіп кетеді. Мырзабек киіп кеткенде көшеден бүкіл жерден іздеймін ғой, мектепке барам, жаңағы Мырзабек көрдің бе? Анаған барып, Мырзабек көрдің бе? Мырзабек, сен Тұрсынбек іздеп жүрсің, ол қашып кетеді ан жаққа, мына жаққа. Кешке қарай қыздарға барады ғой ауылда жаңағы. Ол кезде иә. Кім бірінші келеді, ол дискотекада, кім қалып қояды, дискотеканың ішіне келе алмай жүретін кезі ғой. Ана сыртынан қарап жүрем, Мырзабек специально мен көрмеген сияқты болып жүр. Артынан кіріп барамын да, әкел кроссовканы. Екеуміз коридорға шығып ауыстырып аламыз жаңағы. Біз ана кроссовканы киіп, сонда да ананы аяп, сосып тапсың ғой, мына жерін бүйтіп тапсың ғой деп жаңағы. Сол кроссовканы ұзақ кидім. Отбасы, ол кездегі жаңағы тәрбие, әкеміздің қабағы, бұл уақыт заман сондай. Анамыздың енді алақаны, ол кезде аналарымыз жаңағыдай сөйтіп не қылып отырады, еркелесек те, ашулансақ та мамамызға айтамыз. Ол әкемізге жеткізуші, мен әзілдерімде де болған сол жаңағы. Әкеміздің сол жаңағы мінезі қаталдау болды. 6 бала біздің Аллаға шүкір кей кезде ойлаймыз, қаталдық та дұрыс шығар. Біздің осындай артық кетпеуіміз, үлкен сыйлап, кішіні құрметтеу деген барлығы сол әкемізден дарыған шығар деп ойлаймын бойымызға. Біздің сол. Ал енді қазір отбасымызда енді қазір енді бүйтіп бір тұжырайып отыра алмайтын сияқтысың, бір түрлі қазір басқа. Қазір өйткені бір неше түрлі телефондардан бұлардың өздері біледі қазір отбасыда қандай тәрбиенің не екен. Қазір телефонда бүкіл жердің барлығында жазып атады, не қылып атады. Бір жағынан енді қазір заман басқа ғой, қазір Аллаға шүкір тәуелсіздік Қазақстан, мынандай Астанада, мейлі бәрі Астанада емес қой енді, бірақ қандай қазіргі таңда қай елге барайық, қай ауданға барайық, қай ауылға барайық, қазір халықтың жағдайы жақсы. Аллаға шүкір. Сондықтан да қазір сұраныс көп балдарда. Қазір мысалы үшін әкелгеніңде киіп алмайды балдар. Қазір баланы қолаңына жетектеп апарып, өзің барып еще киінші деп жалынасың. Мынаны киіш енді киіш, мына аяғыңа киіп көрші дейміз. Баяғыда бізге әкеліп берген размері үлкен болса, басына мақта салып киіп аламыз. Тар болса артын кесіп жіберіп киіп аламыз. Әйтеуір бірдеңе выбор жоқ қой. Қазір мынаны аяғыңа киіш десең, бүйтіп тұрады, ұнамайды деп. Киіп көршеш, мен қазір мынамен кигенде үстіңе мынаны алғанда күшті келеді. Осындай айтсам, жоқ дейді. Ананы киемін деп. Сондай қазіргі балдарды талап басқа. Қазір әкелгенді киіп алмайды.
қазір өздері өздері таңдайды. Яғни оқуда мамандықты да өздері таңдайды балалар. Иә, өздері таңдайды. Сіз мысалға оқуды өзіңіз таңдадыңыз ба? Мысалға оқуға түсе алмадым деп бір айттыңыз, иә? Бұл өзіңіздің бір репрезентеріңізде де айтылды. Иә, 4 жыл шопандық қызмет атқардыңыз. Иә. Жалпы бұл өте күрделі қиын жұмыстардың бірі. Бірақ еркіндік, шығармашылыққа жақын, кең дала, көптеген шабыт, өнерге деген сүйіспеншілік сол кезде туындайтын сияқты. Жалпы сол еркіндікті көре білген, сол мына біздің кең байтақ жерімізді сүйсіне білген, сезіне білген адам ерекше сахнада сол дүниелерді алып шыға алады деп ойлаймын. Мүмкін сол шопан болған дүние, сіздің өміріңізде болған сәттер бүгінгі дәрежеңізге үлкен бір септік алып келді деп ойлаймын. Өз басым, сіз қалай ойлайсыз? Мен кей кезде әзіл деп айтамын ғой, жай өзіміз достармен отырған кезде. Бұрын қой бағып жүрген кезде де концерт беретін едім, бірақ ол кезде қойларға бересің ғой деп жаңағы. Олар маңырап тыңдайды. Маңырап тыңдайды, әніңді айтасың далада рахат. Олардың бірақ бір жақсысы деймін да, бір жақсысы сол жерде айтасың, қалай айттың, ешкім ештеңе демейді саған деймін да. Ешкім ештеңе жазбайды деп қоямын ғой жаңағы. Солардың алдында концерт берген жақсы еді, аттың үстінде тұрып алып, артынан сөз дермейді. Қазір бір концерт берсең, Инстаграмның астында неше түрлі жаңа жазып жатады. Біреу мақтап жазып жатады, біреу жаңағыдай басқаша жазып жатады, біреу дат жазып жатады, біреу сынап жазып жатады, тағы басқа неше түрлі комментарий оқып отырған кезде айтатыным ғой, енді мен малға теңеп отырған жоқпын. Бірақ сол кезде ғана бір тып-тыныш еді, соларға қойған деймін ғой жаңағы. Бірақ енді мен сол қой малғамайтын базы болады өзі. Иә. Үлкен жаңағы қыстақ. Соның төбесіне шығып алатын таңда. Иә. Қазір өзі таңғы шай ғой. Таңғы сағат 5 жаздың күні 5-тен кете. Өзі бір самал болады. Білмеймін, әйтеуір сол уақытта ауа ашық, таза ма, әлде кей кезде бүйтіп жер теп-тегіс болған сияқты болады, домалақ емес. Сонда ана бүкіл айналадағы жақын ауылдардың бәрі көрініп тұрады. Кішкене биікке шықсаң, күндіз көрінбейді олар. Түнде жарығы көрінетін шығар, бірақ таңда бәрі кәдімгі мына жерде, мына жерде бір алақандай сияқты. Таза көрініс. Тап-таза көрінеді. Сонда ауылға қарап отырамын ғой. Енді ана жақта жалғыз бір үй ғой енді. Ауылға қарап отырамын. Осы ауылға қарай қашан барам деп сөйтіп отыратын. Сөйтіп күндердің күнінде ол кезде енді мәдениет қолдау жылы 2000 жылы. Сол кезде маған сап етіп не қылды, телевизор қарап отырсам, биыл Қазақстан мәдениет қолдау жылы осындай деп жаңа елордамыз Астанаға бірдеңе деп бір жаңалықтар көріп жатырмын ғой. Сол кезде өзіме сонда мен білемін, әйтеуір Аллаға шүкір. Сонда өзіме бір алдыма бір мақсат қойдым енді шыны керек. Иә. Астанаға бармасам да Оралға барам, әртіс боламын. Сонда мен өзім жаңа айтып отырмын ғой, мен концертімде де айтқам, аттың үстінде отырып өз-өзімді хабарлайтын сахнада өзімді хабарлаймын ғой жаңағы Қазақстан. Қазір елестетейікші, иә. Қазақстан, өзім көз алдыма елестетемін де жаңағы сахнада енді өзіммен өзім далада уақыт өтпейді. Сахнада жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тұрсынбек Қабатов деп өзімді қараймын. Көз алдымда ол кезде Республика сарайында концерттер өтеді, сол көрермендер өзім көз алдымда шапалақ ұрып отырған секілді жаңағыдай нәватыр өзім сахнаға шығамын, өлең айтамын, өзім далада жаңағы көзім жұмсын, басымды иемін өзімше. Сөйтіп қызық қой енді, арман қиял ғой енді. Соны мен бір рет Республика сарайына барып жеке концертін бердім ғой, осы биыл көктемде. Сол кезде Республика сарайында айтқам, тура сол зал. Сонда сахнаға шығып отырған кезде халық деген енді ана қошемет ұрып отырған кезде сол кездегі елес қайталанды. Әзіл айтып тұрып есіне түскен ғой. Сол сәт есіме түсіп кетіп көзіме жас келді. Әзіл айтып тұр өзі. Өзім әзіл айтып көзіме жас келіп кетті. Соң әзілім біткеннен кейін барып көрерменге айтып жатырмын ғой, олар да қошемет деп жатыр, Алматының халқы керемет қой, Аллаға шүкір. Сонда жаңа сол сәт өзім көз алдыма. Сонда Қанат Әлжапаров жүргізіп тұр ғой енді жаңа. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынбек Қабатов деп жатыр да. Мен шыл халық шапалақ ұрып отырған кезде сонда көңілім босап кетті. Сондағы мен жай аттың үстінде отырып сандырақтағаным кәдімгі бүгінгі таңда соның бір іске асқан, орындалған. Оралға кетіп баратырмын дедім ғой, үйге келем. Ол жақта сені кім күтіп жатыр деп. Үйдегілер жаңағы, сөйтіп жаңа не істеді? Жоқ, барам. Не істейсің Оралда ертең қосқа? Жоқ, барам. Оралға кетіп қалдым. Иә, ауылдан Оралға. Иә, Оралға кетіп қалдым. Сөйтіп сол кезде Оралға барғанымда, енді әйтеуір осындай бір әдемі уақыт болған, концерттің үстінде айта алмайсың ғой енді өзі. Оралға бардым, жаңағы Нұрлан деген досым бар, Ділда деген анамыз бар. Солардың үйінде жаттым.
Малик деген ағамыз болды, Адаханов. Сол кісі жаңағы жездеміз болып келеді. Сол кісі ана жақта біздің Оралда Ұлдай Сәриева деген ақын апамыз бар. Мәңгі бақи қосылмаймыз екеуміз. Сол кісіге хабарласты. Ұлдай Сәриева апамыз Донеділ Қажымов ағамызға звондады. Ол кісі жаңа сол әннің композитор. Донеділ ағамыз ол кезде филармонияның бастығы. Сөйтіп Мәлі ағамыз Ұлдай апаға жүрді. Ұлдай апаймен жетектеп алып өзі сондай бір күшті кісіден де бір боевой кісі ғой. Ақын ғой енді жаңағы. Жеткізіп алып келіп, мен филармонияға алып келіп, Донеділ ағамызға бергізді. Донеділ аға қарсылап алды. Сөйтсек, өзі бір сәт түскендей кастинг болып отыр екен. Жұмысқа. 2000 жыл ғой мәдениет қолдау жылы. Сөйтсек, жүргізуші керек екен, виолончелияға бір 2 адам керек екен, күйші керек екен, бірдеңе биші бірдеңе керек екен. Әйтеуір бір 20 шақты адам болу керек па, 30 шақты. Соған бардық. Диплом жоқ қолымда. Диплом жоқ деп айта алмаймын, бірақ кастинг енді жұмысқа әкеліп тұр. Жақсы, ертең кастинг болады, соған келіп қатыссын деді. Мә, орысша білмеймін ғой, менің нем сол ғой. Ол кезде орысша білмеймін. Түнімен бір Маяковскийдің бір өлеңдерін оқыдым. Ол Маяковский не айтайын деп жүргенімді, оны неге жаттап отырғанымды өзім білмеймін, өлеңнің мағынасын да білмеймін ғой. Тауып алған орысша кітабым ғой библиотекадан. Сұрақ қалса деген сияқты. Сұрақ қалса орысша не білесің деген кезде бір кішкене бірдеңе айтайын деп Маяковский жаттағанмын. Миға кірді ме өзі? Ой, жоқ, Маяковскийдің өлеңдерінің өздерінің бір несі де бір түрлі ғой жаңағы. Именно сол. Сөйтіп бірде 4 жылдан бай ойым сол бірдеңелер жаттап. Сосын оң жақтан Қадыр Мырзалиев ағаларымыздың бір өлеңдерін оқып, сөйтіп екінші күні бардым ғой. Кастингке бардық. Нұрлан екеуміз. Сөйтіп барсақ, адам толып отыр жаңағы. Айтып отыр, не бір актерский бітірген ведущийлар жаңағы, қыздар, жігіттер барлығы. Бәршеке мықты бір көрінді ғой. Енді былай тілмен айтқанда конференция ғой, соған жаңағы кастинг өтіп жатыр, іріктеу. Менде не дикция жоқ, оқымағам, диплом жоқ, бір сахнаға, үлкен сахнаға шықпағам. Бірақ енді іштен не ұрып тұр енді, бір алға қарай бір шығуым керек, осы жерге кіруім керек. Мен осында бір ұмтылыс бар енді, көз жанып тұр енді, бірақ. Содан сөйтіп келдім, сахнаға шықтым, мен кезегім келді. Донеділ аға бар, сол кезде филармония істейтін тағы бір халық артистері бар, сол отыр. Есімім Тұрсынбек. Қандай өнерің бар? Ән айтасың ба? Немесе тағы басқа қандай өнерің бар? Жүргізушіліктен басқа деп. Әзіл айтам дедім ғой сол жерде. Оған дейін әзіл айтпағам. Бірінші рет. Әзіл айтпағам. Аяқ астынан сол кезде менде бірінші рет импровизация пайда болды. Мен импровизация деген нәрсені түсінбеймін ғой. Мен қазір енді, мен қазір соңғы кезде 80% әзілім сахнада импровизациямен шыға береді. Просто бір бағыт тауып аласың да, бірақ сахнада халықтың қошеметімен шыға береді импровизация. Білеміз ғой, қазір уже сахнада шығып кетеді. Ал ол кезде енді сахнаға бірінші шығып тұрған облыстың. Сөйтіп сахнада каким-то образом Мырзабаев деген фамилия келді. Молодец Мырзабаев деген. Алдында оқушы, студент, мұғалімге келіп экзамен тапсырып тұрған. Ең бірінші жаңағы 2 образды ойнадым ғой. Сөйтіп ана білетін, тағы не білесің? Оркестр салам, сал. Сол жерде шығарып жатырмын ғой, өзім білетіндерімді ана студент арқылы жеткізіп жатырмын да. Оркестр салам, үйінде болайын ба, ананы айтайын ба, мынаны айтайын ба деп, ең соңында жаңағы қарасам сол кезде Донеділ ағалары бар, тағы ой күлкіден енді қырылып жатыр енді. Енді ана кісілер күліп өліп жатыр, микрофонда бір күшті настроение екен сол кезде, дыбыстарды да бір күшті шығарып тұр. Сол кезде мен білдім, ана бір орыс жігіт, қазір енді Володя деген неде әлі істеп жатыр екен. Сонда мен ана дыбыстарыма түсініп тұр ғой, кішкене бүйтіп ревер қосып қояды ана мен дыбыс салғанда. Былайын алған кезде алып тастайды, ревер енді көп не береді ғой жаңағы. Сөйтіп ана кісілер деген құлады. Шағалап ұрды. Тағы да әзілдерің бар ма дейді. Бар деп қоям ғой. Жоқ, біреу ғана. Сұраса жоқ, бірақ бар деп қоям ғой. Жақсы күлді. Ән айтасың ба? Мен өзім негізі ән айтып жүретінмін. Бұрындар ауылдың сахнасында. Айтам дедім. Жақсы деді. И кеттім. Содан кейін бәрі бітті. Сағат 3-те келіңдер деді. Бұл таңертең болған оқиға ғой. Сағат 3-те барып отырық. Виолончелиядан анау, бишіден мынау, күйшіден мынау жұмысқа кірді деп жатыр да жаңағы. Анадан анау жұмысқа кірді деді. Конференциядан Тұрсынбек деді. Қабат бәрі бір түрлі болып қалды. Сосын айтты, бізге жай жүргізуші емес, біз гастрольдерге көп шығамыз. Сол кезде жай бізге концерт жүргізіп тұратын емес, бізге сол кезде Донеділ аға айтатын, заман басқа, қазір уже әзілмен жүргізетін заман концерттерді. Бұрынғы жаңағы Совет одағы секілді папкамен шығатын уақыт кетіп баратыр. Әзілмен кішкене, қазір сондай бір шоумен деген болады. Сондай нәрсемен жүргізу керек.
ән айтса Тұрсынбек, әзілін айтса қандай керемет, бәріміз шегіміз қалды. Ортаны толтырып тұрады. Иә, ана кейбір концерттерде орталарын өзі кәдімгідей сөйтіп әдем. Сондықтан да Тұрсынбек таңдап отырмыз еді. Мә, енді дипломым жоқ деп айта алмаймын ана. Сосын бір уақыт тұрды. Сосын жайлап барып айттым, сосын Донеллаға кіріп айттым. Донеллаға мен дипломым жоқ еді дедім. Сен дипломың не керек маған? Сахнаға дипломыңды алып шықпайсың. Сенің өнерің бар екен, сол жеткілікті, дипломыңды артынан оқырсың өзің деді. Мә, қуанып кеттім. Сөйтіп Ғариполла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармонияға жұмысқа кірдім де, артынша бір ай болған жоқ, Даладарындар деген фестиваль өтеді. Жаңағы әзілім бар ғой жаңағы. Сөйтсем, оның ішінде бірінші жыл жаңағы Астана қаласында Шабытта әзіл қосты. Бір-ақ жыл. Одан кейін әзіл жанры 1-2 рет болды, 2-3 адам болды да, 6 сәт. Сол жылы 2000-де бұйырып тұрғаны ғой, мен Астанаға келуіме бір әдейі жасап қойғандай. Миллениум. Аллаға шүкір, бәрі 2000. Сөйтіп Даладарындар деген қатысып жатыр. Оралдағы жаңағы әзілімді алып, тағы да пісіріп кішкене апарып қостым Оралдан. Бірінші орын алып кеттім де, Астанаға келіп тұрмын ғой, мысалы үшін. Астанаға мен сол уақытта келгенімде қазан айында келдік, қазанның 3 күні келген кезде әппақ қар ғой. Біз ана жақтан төпелемей шығып кеткенбіз. Қалтамда көк тиын жоқ. Бір беріп жіберді жұмыстан 7000 теңге зарплата, ол 7000 теңге. 7000 теңгем қалтамда. Енді оған аяқ киім алайын десем, ақшасы қалып қойған. Иә. Алмайын десем, аяғым бүйтіп алғанбыз бәріміз. Сөйтіп сосын жаңағы ой ештеңе жоқ, мейлі құрсыншы, 3 күн шыдайық, Оралға кетеміз ғой, пойызға мінеміз ғой деп жүрдік қой жаңағы. Сөйтіп Оралға мына жақтан қызығы бірінші турға қатыстым. Иә. Екінші турға қатыстым. Ой ештеңе жоқ, кешкілікте жатсам, қара Волга келіп тұр дейді. Саған шошып кеттім. Не айтып қойдым деген жаңағы баяғы білмейсің ғой, қара Волга. Сол кезде Ермек Аманшаев деген ағамыз. Иә. Мәдениет басқармасын басқарып отыр. Сол кісінің көмекшісі екен келіп тұрған. Сен Ермек Әмірханұлы шақырып отыр дейді. Иә. Ол кісі кім дейді? Осы жақта мәдениет басқармасын бастығы. Волгаға отырып алдым, Волгаға отырып көрмеген де. Ол өзі кәдімгі 6 сотой Мерседеспен бірде ғой енді. 2000 жылдары. Сөйтіп, қазіргі жастар сарайы соның ішінде отыр екен. Бардық. Тұрсынбек сен бе? Иә. Сен өнерің бір кісіге қатты ұнап қалыпты, маған шақыр деп жатыр деп. Конгресс холлға алып барды. Конгресс холлға алып барды мені. Сөйтіп Ермек Аманханұлы Талғат деген ағамыз ол кісі жаңағы. Залда бір-ақ адам отыр. Бір жасыл куртка киген бір-ақ адам. Аппарат, музыка бәрін қосып қойған. Маған келді, бана ғана конкурсқа 2-ші турға қатысқан әзіліңді айтшы деді. Өзің көресіз, менде жалғыз адамға концерт қойған біртүрлі ғой енді. Бірақ жақсы деп қойдым ғой. Жаңағы басынан аяққа енді сол кезде ғана Төлеген ағаның дауысы деген залда 1500 адам отырған секілді күлді ғой енді. Қып-қызыл болып кетеді. Төлеген аға мына кісі күлген сайын одан сайын шабыттана бересің бір адамға жаңағы. Сөйтіп артынан не қылсам сөйтсем ол осы шабыттың ең бірінші ұйымдастырушы Астана қаласының жаңағы әкімнің орынбасары Төлеген Мұхамеджан ағамыз екен. Сөйтіп екінші күн ол кезде Жақсыбек біздің Әділбек ағамыз қаланың әкімі. Сол кісіге алып келді. Вот такой талантливый Тұрсынбек деген. Әділбек Сергеевич. Вот сөйтімді мынандай жігіттер біздің Астанаға қалу керек қой деп. Қалу керек дегенде денем дір ете түсті. Мен мұн жақтан не істеймін деген секілді жаңағы. Содан бір кезде қызықтар көп енді. Уақыт болса айта берейін десең. Сіздерге сөз бермей отырмын ба десең. Біз ана көрермен көріп қалғанбыз деп. Үйге шақырғанда да өзі сөйлейді, сахнада да өзі сөйлейді. Экран алдында отырған көрермен айтқан шығар, мамасына бір балдарына неғып сөйлетпейді деп. Сен ұйықтап қалма. Көрермендер сіздер күліп отыра беріңіздер, бұл шында да Тұрсынбек. Сөйтіп қал деді, шошып кеттім мен шыны керек бар ғой. Мен сосын кетіп қалдым ғой. Жаңағы қазанның 10 күні мен туған күнім, как раз гран-при алдым. Сөйтіп пойызға мініп кетіп қалдым. Қал деген кезде, ертең кел, документтерімді алып кел деген кезде барған жоқпын. Ешкімге де айтқан жоқпын. Фук кетіп қалдым жаңағы Оралға. Қорықтым Астанадан. Жалғыз ешкім танымайсың. Оралда танитын адам жоқ, Астанада не істеймін деп. Сөйтіп келдім, гран-приде жұмысқа келіп көрсеттім. Ол кісілер, ой, молодцы, осылай деп, болды. И күндердің күнінде мен ол кезде телефон жоқ қой, сотовый телефон жоқ. Біздің филармонияға шыққан ғой. Осы қараша айының 25-іне қарай, 20-ларында ма, Тұрсынбек Қабатов керек деп Астанаға. Сөйтсе елбасының алдында мен сонда алғашқы шыққан концертім еді. И сол кезде жаңа мырза, молодец мырзабай айтуым керек қой енді. Иә. Сосын Донеллаға шақырып, Тұрсынбек сен Астанаға шақырып жатыр. Аға бармай мен жоқ. Қалай жоқ деймін, жұмыста жүрген адам жоқ деп айта алмаймын ғой.
сен бар деп, жоқ ағам бара алмаймын деді. Төле дос сосын кім айтты? Донила, сенің орның тұрады, ешкімді алмаймын осы, мен саған айтайын. Сен Астанаға бар, бойдақсың. Қайтып келсең, саған ешкім қайтып келді деп айтпаймыз. Ұнамаса, маған болып бір қайтадан келсін, жұмысын істей бересің. Сен жассың, сендердің жастарың болса, біз баяғыда кетіп қалдың. Пойызға отырып алып кеттім ғой. Біздің типалар келіп, шығарып салуға келді. Папым бар, бір кәдімгі шынымды айтсам, бір соғысқа кетіп жатқан адам секілді шығарып салды ғой енді. Байқап жүр, ана нені нағылма, пойыздан түсіп қалма, ана жолдан шықпа, жолға тоқтағанда түспей құрсын. Солай болды ма, апа? Пойыздан түспе. Ана жаққа қарағанда аузыңды ашып бір жерге қалып қойма. Иә. Листер жіберетін адам да жоқ. Жалғызым кетіп бардым ішімде. Бір пакет қолымда. Кәдімгі сөйтіп ана жаққа бардым. Барсам қарсылап культуранка екен. Әкелді турист гостиницасына жатқызды. Иә. Мен соның қызығын айтайын. Турист гостиницасында 1 күн жаттым, 2 күн жаттым, 3 күн жаттым, 4-ші күн концерт қой жаңа. Иә. Репетицияға 2 күн қатыстым да, 4-ші күні елбасының алдына алғашқы рет шықтым. Сол кезде президенттің алдына алғашқы рет шықтық. Концерт бітті. Бітіп бәріміз ана парад ең соңында бітеді ғой, жаңа. Сол кезде өлең айтып жатыр, жаңа сол әлі есімде, жаңа арайлап таным, асқақтап тауым. Сонда біздің президенттің бір жақсысы елбасымыздың концерт біткеннен кейін барып, өзі бүкіл жаңа әншілердің барып қолына алып, оркестровый ямада отырған ризашылығын білдіріп, жай бүйтіп кетіп қалмайды да, бәрі ризашылығын білдіріп халыққа, жаңа әншілерге кәдімгі не қылып, өзін танитындар болса кәдімгі қолын не қылып, өзі сөйтіп жатады. И сол кезде мен бірінші рет көрді ғой сонда. И конгресс холлдың сахнасына алдым, мынандай жерде тұрық, өзі бір биік емес қой сахнасы. Сосын маған қарады да, маған бүйтіп қолын созып қалған кезде жүрегім дір ете түсті ғой. Жүгіріп барып ана кісінің қолын алдым, ай жарайсың деді да, қолын алды. Сол кезде сол әзіл бір ерекше өтті залға. Кетіп қалдым. Содан бастап сол кісі байқап қалды. Содан кейін енді концерттерде алдарына шығып жүрдік қой. Содан концерт біткеннен кейін жаңа турист гостиницасына келіп жаттым. Ары қарай не істейтінін білмеймін. 5-ші күн жатырмын, 6-ші күн жатырмын, 7-ші күн жатырмын, 8, 9, 10 күн. Ешкім іздемейді. Ешкім іздемейді. Бір ай болды ғой. Ешкім шық деп те айтпайды ана бөлмеден. Ешкім не деп те айтпайды жаңағы. Сөйтіп бір ай. Неғып жатсың демейді, төленді ма, ақшасы төленбеді ма? Бір ай. Сөйтіп содан бір күндердің күнінде қойын мен. Даже телефон звондайын десем адам жоқ. Сосын жаңа туристтен шықсам, қарсы жастар сарайы ғой, мәдениет басқармасы екенін білемін, сыртын жаттап алғам. Соның 2-ші этажына көтердім мәдениет басқармасында. Осы. Мен алдында концертке келіп едім деп. Мен не істеймін, мен үйге қайтарасыздар ма? Сөйтсем жаңа Ермек Әмірхан орынбасар жаңа Нағима Мерекені. Ай Тұрсынбек, сен да? Сен жұмыстасың ғой бізде дейді. Қалай жұмыстамын мен? Да, сен бізге жұмыста істеп жатсың ғой. Мен ештеңе сұрамаған, жұмысқа емес қойған ғой. Сөйтіп жаңа қайтадан бір кісі келді, сен Төлеген аға шақырып отыр деп. Иә. Сөйтіп жаңа барып Төлеген аға айттым, мә Төлеген аға, Тұрсынбек, сен гостиницада тұра бер, саған ана пәтер жақын уақытта істеп береміз. Сен, ой аға, мен ішім пісіп кетеді енді гостиница тұрмай-ақ қойыншы, жатақханаға тұрайыншы деп. Ей, жұрт жатақханадан қашып жатса сен, жоқ, мен жатақханаға барам дедім. Сөйтіп жатақханаға тұрдық, Адина Вишневский шоссе. Жаңа оны мен әзілдің ішінде де айтқам, өзімнің жаңағы. Көпшіліктің ішінде жүрген керек болды ғой. Енді қызығын қарашайшы, бір күні 2 жыл өтті. 2 жыл өткеннен кейін Красный деревня Евразия университетінің қасындағы. Содан маған пәтер беретін болды. Квартира. И мен списокте бар екен. Тұрсынбек, Қабатов деп ана біз Нағима Мерекені өзі сөйтіп сөйлейді. Тұрсынбек, Қабатов. Ей, құтты болсын, тез культураға жет деп. Жүгіріп бардым. Культураға. Бардым да жаңағы. Да неге жүрді? Ей, саған квартира беріп жатыр деді. Квартира беріп жатыр. Келдік те приемныйға кірейін деп жатыр Төлеген Мұхамеджановқа. Әкімнің қолынан алуымыз керек. Барып бүйтіп отыр едік. И бір кезде ана артында да, вот знаете, 3-комнатная квартира, оказывается, квартплата. Очень странно, да, квартира нам дает, но квартплата там вообще, оказывается, бешеная, знаете. Сосын жайлап бір-бірден кіргізіп жатыр ғой бәріміз жаңағыдай. Кірді Төлеген айтты. Ал Тұрсынбек, құтты болсын, 3 бөлмелі саған пәтер жаздық. Бұл жаңағы неміз емес, сен өзің еңбегің. Төлеген аға, ау, маған однокомнатный не бересіз бе деді. Тұрсынбек, сен 3 бөлмелі деген жақсы емес па керісінше? Жаңа однокомнатный не берекші дейді. Соны кісі, ай, однокомнатныйды қайтесің сен? 3 бөлме квартира саған беріпті ғой, красный бөлме. Жоқ, Төлеген аға, маған однокомнатный не берекші дейді. Ой аға, қымбат екен квартира. Ей, 2 бөлмесі Евразия университет қасында 2 бөлмеге толтырып қыздар жіберіп қой, квартира алып қалып.
бір бөлме саған өзіңе жетеді, жақын болашақта үйленесің, анаң бар, әке шешең бар, бәрін жабылып төлейсіңдер ғой. Жоқ, төлеген аман, однокомнатный берілді деп отырып алған ғой. Ой, мен сен түсінбеймін, тұрсың бе, двухкомнатный алсай. Жоқ, однокомнатный. Шақырып, есть у нас однокомнатный? Ну, нет у нас, но в следующий раз будет. Күтесің бе, келесіз деп. Я күтем деп тыңда даты бар. Үйді ойлап жүрген жоқпын ғой. Үйлену деген понятие жоқ. Күтесің бе, күтем дедім ғой. Сөйтіп 2010 жылы 2001-де айтылған әңгіме ғой жаңағы. Сөйтіп 2010-да алдым. Өйткені ол кісілер ауысып кетті ғой. Орнынан ауысып кетті де. Содан мына Иманғалияға келген кезде, сол кезде пәтер берді. Мына енді сенбінің күні ғой, сол себептен сенбі, жексенбі той деп жатырмыз ғой. Бүгінде тойлар көп шығар енді. Соған байланысты мына енді өзімде көрермен болдым талай. Өзімде сол күлкіден езу, ауырып, кәдімгі рахаттанып келеміз. Күлкі адамның денсаулығы ғой, апа. Енді сахнадан бөлек тойда асаба болып шеберлігіңізді танытып жүрсіз. Ол жерде де өзіміз тойға барып ерекше демалып қайтамыз. Ал енді ой, мынау келді ғой, садикке бармай қайтып келген ойдың баламыз. Сенбіліктен түсем деп. Дұрыс, мінекей кішкентайымыз бала бақшадан қашып келді. Мінекей ең үлкен кейіпкеріміз бүгін осы жігітіміз, иә? Енді мынау концертпен той деп жатырмыз ғой. Концертіңізге келетін 3000-дай адамды иіріп аласыз шеберлікпен, иә? Тойға жиналған 500 қауым сізге түк емес шығар. Жоқ, ол әр ненің өзінің несі бар ғой енді. Қиындығы бар, жеңілдігі бар. Сахнада, ол сахнаның орны бөлек. Ол жаңағы салтанатты кештердің орны бөлек. Сондықтан да ол бұлай да оңай емес енді негізі қай-қайсы болса да. Бірақ енді қолымыздан келгенше енді ат салсамыз ғой, көрерменнің сол отырған қонақтардың көңілінен шығуға. Біз бейбітшілік келісім сарайына да болсын, конгресс холлға концертке берсек, осы Астана қаласында да болсын, мен кейбір көрермендерім бар, сол орында отырады ғой. Тұрақты. Көп біздің көрермендердің ішінде, мен аттарын білмеймін, бірақ түрлерін танимын да. Сол, өйткені мына концертте естеймін екен, сол қатар сол орында отырады. Неше рет байқадым да, соңғы бір 7-8 концертте бір ағамыз бен апамыз бар, мен ол кісіні көрмеймін, танымаймын. Бірақ бұлай танимын, көрген. Сол орын, сол қатар. Мен біріншісінде бүйтіп байқап қалдым. Екіншісінде сол кісіні тағып қалдым. Өзге шашап бақтан кісіні сразу көзге түседі. Үшінші концертке келіп едім, тағы сол жерде отырды. Сосын тағы үлкен апайлар бар, бір әжеміз бар, постоянно отыратын. Тағы кісі. Келетін тұрақты көрермендерді айтып жатыр ғой, сіздің орныңыз бөлек қой. Сіз енді көрермен болғанда сізде күлесіз бе? Ішінде сол кейіпкерлердің ішінде өзіңіз, немесе сол айтып жатқан таныстарына тұрмыс тіршілікті айтып жатады. Соның ішінде кімді танисыз мысалға? Қандай кейіпкерлерді, сіздің өмірлеріңізде болған дүниелерді сала ма? Бәрінде салып атады ғой. Бірақ та біздер күлмейміз, енді соның басымыздан өткен сондай заттардың барлығы болған жерде. Соны қарап күліп отыра береміз енді. Анамыз енді көбінесе жаңағы күліп отырғанмен ішіне жүрегі тебіреніп отырған болу керек, себебі көбінесе көзіне жас алып отырады. Күлгеннің орнына бір керісінше жаңағы жүрегі тебіреніп отырғанын байқаймын. Осы жақында әйтеуір Аллаға шүкір не керек, пәтер алдым. Осы Астана қаласынан. Ол кезде біз енді әдемі жұмыстан берді. Қазірде мемлекеттік тұрғын үй жаңағыдай керемет бір бағдарлама бар екен. Қолжетімді баспана деген. Бір досым алды жақында. Соның үйіне бардым. Қалай атын керемет тапқан деймді? Қолжетімді баспана деп. Үйіне кірдім. Шынымен де қабырғасында қолың жетеді бар ғой. Мына жақ қабырға қолың жетеді, төбеге қолың жетеді. Төбеге қолың жетеді, керемет, қол жетімді. Коридорында жүрсең, былай қолың жетіп жүреді, күшті рахат бейті. Қолың жетеді, қолың жетпейтін жер жоқ, бәріне қолың жетеді бейті. Әйелі рахат, асханада отырады, кухняда жаңағы. Тұрмайды, бір орында, бәріне қол жетеді бейті жаңағы. Шкаптың ішінен ала салатын, жерде плитте отырған шайды бейті құя салады, өзі жаңағы, бәріне қол жетіп отырады жаңағы. Столдың түсіп, балконға қол жетеді, жаңағы ашып береді, жаңағы жерді төгіп тастайды. Рахат бәріне қол жетеді, шаршамайды, күшті деймді. Одан кейін тағы бір досымның үйіне бардым, ол қол жетпейтін баспанада тұрады екен. Көптеген халықтың қол жетпейтін баспанада тұрады. Үйіне барып едім, шынымен де қолың жетпейді ғой кәдімгі. Кіресің де қабырға таппайсың, жүре бересің бетте. Қолың жетпейді бар ғой кәдімгі, қолың жетпейді, былай жүресің, қолың жетпейді. Баспалдақпен шықсан да төбесіне қолың жетпейді бар ғой. Сосын маған айттың, келіп атсың, 1-2 күн демалып кет деді маған. Үйдің ішінде демалып, суға түсіп кет дейді. Санузелге барып, душқа түсіп ал дейді.
енді душ қой енді, санузел деген. Кірдім, ойбай-ой, ана санузелдің квадрат метр менің үйімнен үлкен кәдімгі. Суға түсіп алдым жақсы етіп, ваннадан шықтым өтіп. Орамал сүртіну үшін орамалға кәдімгі жүресің былай кәдімгі. Жеткенше кеуіп қаласың кәдімгі. Неге барғанын ұмытып қаласың да. Ырымын жасап сүрте саласың да, шашыңды кептіру үшін фенға барасың, былай жүресің фенға. Бір санузелдің ішінде. Мына жерден барып шашың кептіріп аласың, айнаға қарасаң, ана жаққа жүресің. Не деген деймін да бүйтіп. Шаршайды ғой, неге қиналып жүрген білмеймін бір ғой. А бізде мына қол жетімді баспанада рахат қой. Душ. 1 метрге де жетпейді, 60 сантиметр мынандай. Қасында дәретхана тұрады, ол 50 сантиметр. Дәретханаға қалай кіресің? Есікті ашасың, бүйтіп артыңмен бір направление істеп аласың да, сосын былай артыңмен кіресің да сразу. Өйткені кіргеннен кейін бұрыла алмай қаласың. Душқа бірден кіріп бармайсың. Бірінші қолыңды кіргізесің. Суын ағызып, температурасын тексеріп аласың. Нормальный болғаннан кейін не істейсің? Басыңды кіргізесің бірінші. Басыңды кіргізіп сулап аласың, сосын шампуньмен жуып аласың, сосын душқа түсу үшін бірден қолыңды басыңа қойып кіресің. Өйткені былай кірсең көтере алмай қаласың ішінде. Былай кіресің де, бүйтіп кіресің, ит сразу басың жуып жібересің. Сабын да керемет қол жетім жерде тұрады. Басыңды алып жуып жібересің, сабын түсіп кетпесе екен деп тұрасың камбар. Өйткені сабын түсіп кетсе қайтадан шығу керек болады ішінен. Сабынды аласың, қайтадан ішіне кіресің. Бұл қол жетімді баспана. Менің айтып отырғаным жай ғана енді әзіл болсын, енді тұрмыстық жағдай ғой. Ең бастысы, ағайын, егемендікке қолымыз жетті. Ең бастысы осындай Астанаға қолымыз жетті. Астанамыз бар, еліміз бар, әл талай нәрсеге қолымыз жете берсін. Енді апамыз айтып жатыр, мөлдір келген кезде орамалды тақпай ма не деп өзі шықпай, машинадан шықпай қойды деп. Енді осы тұрғыда жарыңыз мөлдір екеуіңіз қалай таныстыңыздар десем, енді бұл күнделікті бір қоятын сұрақ қызық емес болып кетеді да. Мөлдірді қалай тауып алдың деген сұрақ дұрыс болатын шығар, иә? Мен өзім әдемі болдым ғой. Бойшан, сондай өзі байсалды, көрініп тұратын, иә бір алыстан десең да. Маңдайым жарқырап. Мен аграрный университетте, мына жақта Астанада аграрный университетке келсем, мөлдір сол жерде аграрлық университеттің ішінде бір домбыра үйірмесі бар екен, оркестр. Соған қатысып, ішінде оркестр тартады екен. Сөйтіп 8 ай жүрдім, қарамай жүріпті 1-2 ай. Мен әйтеуір 8 ай бекіп, содан кейін барып әйтеуір үйрендік қой. Сөйтіп 3-ші курста жүргенде де, 3-ші курста жүрген кезде алып қашып кеттім. Қарамай қойды ғой бәрі. 8 айдай қарамай қойды. Артына да қараған жоқ, кімлесіп кетірғандар. Алып қашып кеткенде қалай алып қашып кетті? Ауылға студентпін ол уақытта, бірінші курсты аяқтағам, каникулға кеттім. Жасыңыз? Жасым 20 жаста. Сөйтіп, ол кезде үй телефоны ғой енді, ұялы телефон жоқ. Үйдің телефоны дамыл болмай кетті. Тұрса келген жаңағы переговорын сөйлесу пункт, не барат, күніне елді нешет баратын сансыз білмеймін, санай алмай алдым. Үйдің телефоны шырылдайды, тоқтамайды. Телефон шырылдаса ол түсінен маған хабарласып жатырды. Таң болсын, кеш болсын, қайырлы таң. Жаңағы қайырлы түн, мен таңым сол звоноктан басталып, кешім сол телефон қоңыраумен аяқталатын. Сөйтіп дамыл болмай кетті. Үйге айт, тұрмысқа шығамын деп айт, мен жаңағы алып қашамын деген секілді осындай звоноктар. Сөйтіп болмас деп жаңағы Тұрсынбек, сен ертең осы каникулда ауылда біреу алып қашып кетеді одан да деген қызғаныш болды ма, жаңағы қорқыныш болды ма, не болса да өзім келем, алып кетсем деп жаңағы жазғы каникулда, каникулға кеткенде 10-15 күнге жеткен жоқ. Маусым айының 23-інде мені алып қашты ғой, достармен келіп. Дос деген әнші бар ғой біздің, дос. Достың машинасы болды. Еркебұлан деген жігіт бар, үшеуміз барып, Державин деген қалаға барып, мөлдірді таңғы сағат 6-да бұл сиыр сауға шығатын болып, еще өзінің сіңлісі бар, қазір әдемі өкпен, бір жас үлкен, біздің әдеміден бір жас үлкен сіңлісі бар, ағасының. Түнде сиыр сауады. Соны горшокке отырғызғанда, қасымен келем деп үйдегілерге шығып кеткенде, одан бұрын ертерек шығып сумкаларын шығарып қойған ғой. Сөйтіп шығады да тек сумкасын ұстап алғанда бізге қарай тартты, біз машинаға отырғызып алдық та ары қарай фук кетіп қалды. Сөйтсек бала, соны жаңағы қыз сол
Гаршокта қалды. Гаршокта қалған ғой. Сол әлі отыр дейді десең де. Сол 13 жыл өтті деп. сол қыз жылап жатыр дейді. Жаңа өзінің туған сестрасы бар, Айгүлде ауылда ғой. Қыз жылап жатыр дейді. Мә, мөлдір қайда екен деп жаңағы. Әрі шығады, бері шығады, түсінбейді. Содан киімдерін қарайды, жоқ, анан қарайды, жоқ. Айгүл сразу түсінген ғой. Айгүл мөлдір қашып кетті ау деймін деп. Сөйтіп, бірақ сонда да не алмай, көзі жасаурап, үйдегілерге айта алмайды. Мөлдір жақты. Сөйтіп жеңгесіне айтқан, анаға айтқан, мынаған айтқан сөйтіп. Сөйтіп уже таң болды, әует болды, не болды, сонымен жоқ. Енді балаларыңыздың болашақта кім болғанын қалайсыздар? Әжесі қалай ойлайды? Әкесі қалай ойлайды? Анасы, мөлдір қалай ойлайды? Балалар өздері ойлайды. Енді оны мөлдір жауап берсін. Қазіргі заманда ата-ана шешуге болмайды деп ойлаймын, мамандық таңдауға келгенде. Бұрынғы заманда да қазір мамандық таңдаудан адасқан адамдар көп, иә. Мысалы өз басым, мен мысалы қаржыгер болғым келмеген. Бірақ соны бітірдіңіз. Боласың деп әкем, иә, менің жолымды қуасың. Мен неше жыл экономист болдым. Сол секілді, не жаман болған жоқ, жағдайың жақсы болды деген секілді. Мен сияқты болсаң жаман болмайсың деп, жаңа қаржыгер боласың деген. Соны бітірдіңіз. Сондай тәрбиеде өстік қой енді. Әке-шешең айтты, ол заң, сонымен кетесің деген секілді. Қаржыгер болып жұмыс істедім, 12 жыл. 12 жыл. Иә, экономист болып жұмыс істедім. Сөйтіп, бірақ бәрі көңілімнен шықпады. Өнер жақын екен, ау деп. Енді өнерге түсейін дегенде сұранысым болған үйге. Ағам айтты, үлкен ағам музыка мектебінің директоры осы күні, музыка саласында, өнер саласында жұмыс істейді. Анам да өнер адамы болған, жалпы отбасымызда да өнерден алыс емеспіз. Содан болар өнерге мен де ғашық болып өскен адаммын. Содан да болар өнер адамына қызға шыққан. Сондықтан да сол айтайын дегенім, әр бала өз мамандығын өзі таңдаса. Сонда өскенде жаңағы адам бақытты болу үшін жаңағы жақсы жары болу керек, жақсы өзінің ұнатқан мамандығы болу керек деген бірден бір себебі дейді ғой, иә. Сол секілді, сол себепті мен балаларыма мамандығын таңдауға өздеріне беремін. Өз еркіне. Былай қарап отырмын, өзі айтады, әкем қатал болды. Әжемізді тыңдадық деп. Кімге ұқсады Тұрсынбек? Тұрсынбек нағашыларына. Нағашыларына. Яғни сіз жақтың. Өз жағына ұқсайды. Төркіндеріңізді айтып отырсыз ғой қазір. Нағашыларына ұқсайды. Иә, жалпы төркін деген сөздің өзі қандай әдемі естіледі, иә? Төркін деген сөзді қалай түсіндіруге болады? Сіздер үшін ол қандай сөз? Төркін деген ол қазақта жаңағы қыздың барып бір төрге шығып отыратын жері ғой, бір жер. Міне, нағыз анықтама, төрге шық деген сөздің анықтамасы. Төрге қандай әдемі сөз айтылған, өзінің қайын жұртында ол қашан болса да төрге шықпайды. Өзінің күйеуінің жағында, өзінің үйіне барып төркін деген сол өзінің бір төрге шығатын жалғыз бір жері ол төркін. Сегбасы төркінің қандай жерге күйеуге шықтың, жағдайың қандай болып жатыр? Бардың ба? Болды. Өзің өмірің сүр. Тол әулетті бақытты қыл дейді ғой. Тамаша. Бүгінде енді артист, шоумен, асаба, түрлі шоуларды жүргізесіз. Енді барлығы шында да бұл енді талантты алып келгенде бәрі сол талант деген бір сөзбен шектеледі ғой. Дегенмен де мына ішкі өзіңнің рухани көрінісің, ішкі өзіңнің сезімің, өзіңізге осылардың қайсысы салмағы басым? Фортепиано десең. Басымен сахнадағына жеке монолог орындау. Сахнаға шығып әзіл орындаған жақсы да маған. Ол жердің орны басқа ғой. Сондықтан да сол әзіл орындауын басын. Ең күрделі салада жүрген Тұрсынбек сіздің балаңыз. Сіз мақтанасыз ғой ұлыңызбен. Бүгін ұлыңызға не тілейсіз? Ұлыңыздың шаңырағына не тілейсіз? Бұлардың енді шаңырақтарына бақыт тілеймін, семьясымен, бала шағасымен, аман жүрсін, қайда жүрсе де. Жұмыстары ары қарай өрлей берсін енді. Адам ұмтылса, бәрі болатынына мен соған көзім жетті, Аллаға шүкір. Бонапарттың сөзі мүмкін емес деген сөз ол менің де принципім. Яғни адамның қолынан барлығы келеді. Сол кезде ғана жолыңыз ашық болып, жақсы адамдар кездесіп, өзіңіздің қойған мақсатыңызға жете білесіз. Біз бүгін Тұрсынбектің анасы Тип апаймен танысып, бір дастархандас болғанның өзі бір үлкен құрмет, ниет, көрермендеріміз де риза болып, сіздің сондай қарапайым, бір сағат бойы аз ғана сөйлегеннің өзі бірақ қандай салмақты әдемі сөздер айтылды. Ауылға үлкен сәлем айтып барыңыз.
Мысыр халқының ежелгі аңызы бойынша Құдайдың күлкісі әлемнің жаратылуына ықпал еткен көрінеді. Сол үшін де адам баласы қашанда күлкінің таусылмауын тілейді. Өйткені юмор бар жерде әрине өмір бар. Солай емес пе, қадірлі көрермен? Күлкі түрлі дертке қуатты қару. Осындай қуатты қаруды кәсіп еткен көңілді тапқырлар театрының директоры, бүгінгі біздің кейіпкеріміз Тұрсынбек Қабатовтың шаңырағында біз болдық. Сіздер де әбден күліп алған шығарсыздар, иә? Сіздерге көп-көп рахмет. Тұрсынбек, отбасыларыңызда тек махаббат, бақыт болсын. Әрине, сіздермен бірге болған мен Гүлмира Дайрабаева. Күліп жүріңіз. Әр жан бақытты болуға лайықты. Сау болыңыз. Енді Гүлмираны шығарып салып өзіміз шай ішейік.